атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің арнайы пән оқытушысы Кабдешева Гаухар Асхатовна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы батырмалы ортадан тепкіш электр сорапты қондырғының қызметі мен құрылысы. Сабақтың мақсаты батырмалы ортадан тепкіш электр сораптың құрылысы мен жер үсті және жер асты жабдықтарының атқаратын қызметімен танысатын боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Өткен тақырыпта қайталау мақсатында Learning Apps онлайн сервисін қолданатын боламыз. Learning Apps'та бірінші берілетін тапсырма жабдықтардың суреттері берілген, сонымен қатар әр жабдықтың атаулары көрсетілген. Сәйкестендіріп, әр жабдықтың орнына атауын қоюларыңыз қажет. Learning Apps'та тапсырма бұл жерде екі қатарда штангылы тербелмелі терең сорапты қондырғының жер үсті жабдығы және жер асты жабдығы бөлініп берілген. Яғни әр қондырғының бөлшектерін екі қатарға тізіп орнатуларыңыз қажет. Тапсырма Quizzes онлайн сервис арқылы өтетін болады. Бұл жерде сіздерге өткен тақырып бойынша бірнеше тест тапсырмалары, викториналар беріледі. Сол тапсырмаларды орындаймыз. Мұнай өнеркәсібінде мұнай өндірудің әдістері өте көп. Соның ішінде ең кең таралғаны тербелмелі терең сорапты штангылы қондырғы болып табылады. Бұл сораптың жұмысы скважинаның тереңдігіне, өнімділігіне тікелей байланысты болып келеді. Жылдан жылға скважинаның тереңдігі ұлғаюда, сонымен қатар өнім де суланып жатыр. Осыған орай тербелмелі қондырғыны қолдану қиындай түсуде. Қазіргі таңда батырмалы ортадан тепкіш электр сорапты қондырғы кең қолданыс табуда. Батырмалы сорап үлкен беріліс кезінде жоғары ағын тудырады. Бұл сораптың пайдалы әсері коэффициенті жоғары, сонымен қатар жұмысы сенімді. Қондырғы екі бөліктен құралған: жер асты жабдығы және жер үсті жабдығынан. Жер асты жабдығына тоқталып кететін болсақ, ол компенсатордан, кабельден, электр қозғалтқыштан, протектордан, газ сепаратордан, көп сатылы сорабымыздан, кері клапаннан, құю клапаннан және сорапты компрессорлық құбырлардан құралған. Ал жер үсті жабдықтарына саға арматурасы, басқару станциясы, трансформатор жатады. Қондырғының құрылысымен танысу үшін біз Zinkling онлайн сервисін қолданатын боламыз. Жер асты бөлігінен бастаймыз, яғни компенсатор электр қозғалтқыш астта орналасады және агрегаттың қозғалысты тетіктерінің майлануын қамтамасыз етіп отыратын бөлігі. Келесі бөлшегі батырмалы электр қозғалтқыш. Бұл үш фазалы асинхронды май толтырылған ортадан тепкіш сорапты іске қосуға арналған бөлігін айтамыз. Оған кабель жалғанған электр көзінен берілген электр тоғын трансформатор арқылы электр қозғалтқышқа беруге арналған. Протектор электр қозғалтқыштың үстіне орнатылады және оған сұйықтың өтуін сақтандыру қызметін атқарып отырады. Протектордың үстінде арнайы газ сепараторы орнатылған. Оның қызметі қабат сұйығынан бөлінген газды айырып, оны құбыраралық кеңістікке сорапқа түскенге дейін бағыттап отырады. Келесі бөлігі. Бұл көп сатылы сорап. Бұл сорап тік орындалған, сұйықты соруға және айдауға арналған. Бағыттаушы аппараттардан, жұмыс дөңгелектерінен және көптеген сатылардан құралған. Сонымен қатар екі клапанмен жабдықталған кері клапан сорап тоқтаған жағдайда құбырлардың тізбегінде сұйықты ұстап тұру үшін арналған. Яғни сұйықтың кері төгілуін болдырмау үшін арналған клапан болып табылады. Кері клапанның үстінде
құю клапанымен жабдықталған. Скважинадан сорапты көтеру алдында құбыр тізбегін сұйықтан босатып отырады. Мысалы, жөндеу жұмыстары кезінде тізбекті көтеру үшін толған сұйықтан босатып отырады. Сонымен қатар сорапты компрессорлы құбырлар, яғни сұйықты өз бойымен жер бетіне көтеру қызметін атқарып отырады. Келесі жер бетіндегі жабдықтарға тоқталатын болсақ, саға арматурасы скважинадан көтерілген өнімді манифольдқа бағыттайды, құбырлар тізбегін іліп тұру, скважина сағасы саңылаустандыру, скважина өнімін реттеу және скважинаның жұмысын бақылап тұру үшін арналған. Сонымен қатар жер бетінде трансформатормен және де басқару станциясымен жабдықталған. Трансформатордың қызметі, яғни қоректену көзінің кернеуін сорап қозғалтқышына қажетті кернеуге түрлендіреді. Және де басқару станциясы бұл сораптың жұмысын тікелей басқарып отыратын бөлігі. Іске қосу, тоқтату үшін, апаттық режимдер кезде қорғап тұру үшін арналған. Яғни әртүрлі өлшеу аспаптармен жабдықталған. Сұрақ белгісі көрсетілген тетікті басқан кезде батырмалы сорап туралы толық ақпаратпен танысуға болады, яғни сілтеме арқылы өтіп, қажетті мәліметті аламыз. Әрі қарай сораптың жұмысымен танысу үшін бейнероликке назар аударайық. Бұл бейнероликте батырмалы ортадан тепкіш электр сораптық қондырғының толық жұмысы көрсетілген. Яғни бұл жер асты жабдықтары, жер астында орналасқан батырмалы сорап, электр қозғалтқыш, протектор, компенсатор көрсетілген. Яғни трансформатордан тоқ көзі станция арқылы өтіп, жер астына кабель арқылы электр қозғалтқышымызға энергия береді. Ол энергия арқылы батырмалы сорап іске қосыла бастайды. Яғни ортасында негізгі роторы айнала бастап, скважинаның түбіндегі өнім, газ және мұнай сораптың ішіне ене бастайды. Сораптың іші бірнеше сатылардан орналасқан, яғни бағыттаушы аппараттардан, жұмыс дөңгелектерінен, жоғары арынмен сұйықтықты жер бетіне көтере бастайды. Әрі қарай YouTube белгісі көрсетілген тетікті басып, батырмалы сорап туралы толық бейнероликтер қарауға болады. Ендеше бүгінгі сабағымызды бекітіп қорытындылау үшін Тревенти онлайн сервис арқылы тапсырма орындайтын боламыз. Тақырыбымызда өткен терминдердің орысша және ағылшынша аталуын Quizlet онлайн сервисі арқылы танысатын боламыз. Тапсырма осы Quizlet сервисі арқылы
өткен терминдерден, яғни тест тапсырмасын орындау. Бұл тестке арналған сілтеме Платон оқу платформасында орнатылған. Соны орындап жіберулеріңіз қажет. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.